Microsoft Word негіздері, көшіру, енгізу, кесіп алу пәрмендері. Сіз белгілі бір ұзақ мәтін жазып жатқан кезде, сіздің мәтініңізде белгілі бір сөздер қайта-қайта кездесетін болса, немесе басқа да бір мақсатта сіз мәтіннің белгілі бір бөлігін көшіріп, қайтадан қолдана аласыз. Мысалы, бізде басқа да өзгерістер деген сөздерді көшіріп, қайтадан қолдану керек деген қажеттілік туындасын. Ол үшін біз алдыңғы сабақтарда үйренгендей, белгілеу, ерекшелеу әдісін қолданамыз. Осы сөздерді біріншіден ерекшелейміз. Кейін тінтуірдің апарып, оң жақ батырманы басамыз. Пайда болған мәзірде копировать, яғни көшіру пәрменін таңдаймыз. Ештеме болмаған сияқты, алайда біз көшірген мәтін, яғни басқа да өзгерістер мәтіні қазір компьютердің жедел жадында сақталып тұр. Біз оны қалаған жерімізге қоя аламыз. Мысалы, осы сөздерді біз сәлем әлем дегеннен кейін қойғымыз келді деп есептейік. Тінтуірді сол жаққа апарамыз. Біздің курсорымыз келді. Бос орын қалдырамыз. Және де тінтуірдің оң жақ батырмасын басып, енгізу пәрмендерінің ішіндегі қажеттісін таңдаймыз. Бізге дәл қазір қажеттісі мәтінді енгізу. Сохранить только текст. Басамыз. Міне біздің жедел жадымыздағы сөздеріміз біз қалаған жерге түсті. Осымен оны қолдану аясы аяқталмайды. Яғни осы сөздерді біз тағы да басқа жерге қалағанымызша орната аламыз. Және де қанша рет қойғымыз келсе де сонша рет енгізе аламыз. Егер біз басқа бір сөзді, мысалы жаңа сөзін ерекшелеп, осыны жедел жадыға көшіретін болсақ, ендігі таңда енгізген кезде осы сөз түсетін болады. Мына сөздер біздің жадыдан өшіріліп, жаңа сөз енгізілді. Бұл мүмкіндікті тек қана осы Word бағдарламасының аясында ғана емес, басқа да мәтіндерді көшіріп енгізуге болады. Мысалы, браузерді ашайық. Браузердегі математика туралы Википедия парақшасынан белгілі бір мәтінді көшірейік. Белгіледік. Оң жақ батырманы басамыз. Копировать, көшіру. Біз үйренгендей мәтін компьютердің жедел жадында. Енді сол мәтінді осы жерге алып кеп қояйық. Жаңа жолға түсейік. Оң жақ батырманы басамыз. Енгізу. Мәтін келді. Дәл осы әрекеттерді жылдам батырмалар арқылы орындауға болады. Ол үшін қалаған мәтінді ерекшелейміз. Пернетақтадан Ctrl және де латын әріппесінің C әріпін басамыз. Міне, сіздің экраныңызда шықты. Енді біз осы мәтінді қалаған жерімізге қоямыз. Ол үшін Ctrl батырмасын басып тұрып, V батырмасын басу керек. Егер біз ерекшелеген мәтініміздің осы орында қалмай, кесіп алып басқа жерге қойғымыз келсе, қандай әрекет істеуіміз керек? Ол үшін біз тінтуірдің оң жақ батырмасын бассақ, копировать емес, вырезать, яғни кесіп алу пәрмені бар. Басатын болсақ, бірден біз ерекшелеген сөз өзінің бастапқы орнынан жойылып кетті. Және де дәл көшіру кезіндегідей, ол біздің компьютеріміздің жедел жадында сақтаулы. Оны енгізу үшін біз қалаған жерімізге апарып, Ctrl-V батырмасын баса аламыз. Және де осы кесу пәрмені үшін де бізде жылдам батырма бар. Ерекшелейміз. Ctrl батырмасын басып тұрып, X батырмасын басамыз. Мәтін кесіліп алынды. Енді қалаған жерімізге оны орната аламыз. Енгіздік. Тура көшіру пәрменіндегідей, бұл әрекетті бір рет қана емес, енді біздің жедел жадымызда тұрған жаңа сөзін қалағанымызша енгізе аламыз. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды.
сабақ түсінікті болса келесі сабаққа өте беріңіз.